Сәлеметсің бе бірінші сынып оқушысы? Ана тілі сабағына қош келдің. Есіңде болса, біз сенімен кеше сөйлеу не үшін қажет деген тақырыппен танысқан болатынбыз. Бүгін де сол тақырыпты ары қарай жалғастыратын боламыз. Ендеше есімізге түсірейікші, сөйлеу не үшін қажет деп өтіп едік? Сөйлеу не үшін қажет? Сөйлеу бізге тілдесу, ұғынысу, пікірлесу, әңгімелесу үшін қажет деп өткен болатынбыз. Сөйлеу тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылымнан тұрады дегенбіз. Есімізге түсірдік бе? Жарайсың. Ендеше бүгінгі сабағымызға көшейік. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Бүгін біз сенімен Әдібай Табылдының «Ана тілі» деген өлеңімен танысатын боламыз. Ендеше өлеңді мұқият тыңда. Ана тілі. Ақыл ойын дананың, ана тілден аламын. Ана тілім ардақты, ақ сүтіндей анамның. Өсірген ой білімді, сүйем туған тілімді. Мақсат етем әр сөздің, мәнін терең білуді. Балалар, бұл өлеңнің ішіндегі дана деген сөзді ақылды, данышпан, білімді деп түсінсек болады. Балалар, өлеңде не туралы айтылған деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Өлеңнің тақырыбында айтып тұрғандай, өлең бізде ана тіліміз туралы. Ана тілім ардақты дегенді қалай түсінесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Ана тілім ардақты дегеніміз, ана тілім өте қадірлі, қасиетті дейді. Тіпті анамның ақ сүті сияқты дейді ана тілімді. Біздің ана тіліміз қай тіл? Дұрыс айтасыңдар. Біздің ана тіліміз ол қазақ тілі. Енді екінші жаттығуға назар аударайық. Сөз құра. Балалардың қолында әр түрлі әріптер берілген екен. Осы әріптердің орнын ауыстыру арқылы біз сөз құрауымыз қажет. Қандай сөз шығады? Қанекей, таба қойыңдаршы. Дұрыс айтасыңдар. Ана тілі деген сөз шығады екен. Өз ана тілдерің туралы не айтар едіңдер? Өз ойларыңмен бөлісіп көріңдер. Балалар, енді дәптерімізді ашып, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмамыз көркем жаз. Біз сендермен әліппеде ә дыбысымен танысқанбыз. Дауысты дыбыс. Дыбысының жазылуын еске түсіре отырып, дәптерге көркем жазайық. Келесі тапсырмамыз үшінші жаттығу. Мақалды көшіріп жаз. Тілге құрмет, елге құрмет. Бұл мақалды дәптерімізге әдемі, көркем, таза етіп көшіріп жазамыз. Тілге құрмет, елге құрмет дегенді қалай түсінеміз, балалар? Тілге құрмет дегеніміз, яғни біз қай жерде, қай елде тұрып жатсақ, сол елдің тілін құрметтеуге міндеттіміз. Үшінші жаттығуымызда тағы да бір тапсырма бар екен. Сөздерді жаз. Сөйлеу ғана тән. Балалар, біз сендермен кешегі сабақта өткенбіз. Сөйлеу кімдерге ғана тән деп едік? Кімдер ғана сөйлей алады деп едік? Дұрыс айтасыңдар. Сөйлеу адамға ғана тән. Яғни мына жерге біз адамға деген сөзді толықтырып жазамыз. Астындағы тапсырмаға қарайықшы. Ненің суретін көріп тұрмыз? Бұл қарға және
бұзау. Қарға қалай дыбыстайды балалар? Еске түсірейікші. Қарқ, қарқ деп дыбыстайды, е? Ал бұзау қалай дыбыстайды? Бұзаудың дыбысы мө, мө. Яғни олардың шығарған дыбыстарын біз мына дөңгелекшенің ішіне жазамыз. Қарға қарқ, қарқ дейді. Бұзау мө, мө деп дыбыстайды. Енді 4-ші тапсырмаға назар аударайық. 4-ші тапсырмада балалар, сендерге мынандай суреттер берілген екен. Осы суреттерді ретімен қойып, әңгімелеуіміз қажет. Суретке жақсы назар аударайықшы. Қай сурет бірінші болады? Екіншісі қайсы? Үшіншісі қайсы? Тамаша, міне біз ретін қойып шықтық. Енді осыған байланысты шағын әңгіме құрастырсақ болады. Ол үшін мына баланың атын Әділ деп қояйық мысалы. Бірінші суретте Әділ кітапханаға келді. Әділ кітап оқығанды жақсы көреді. Ол кітапханаға келіп, өзінің сүйікті ертегілер кітабын іздеді. Әділ кітапты алып, кітапханада біраз оқыды. Бірақ оны аяқтай алмады. Сондықтан ол кітапханашыға келіп, кітапты жаздырып, үйіне алып кетті. Міне осылай әңгіме құрастырсақ болады. Сен өзіңнің ойыңнан басқалай да әңгімені құрастырып айтсаң болады.